Сәлем баша. Бүгін біз алгебра 7 сынып видеосы түсіретін боламыз. Так, бірінші есеп. Бізде бұл a минус b, a плюс b формуласы арқылы шығаратын боламыз. Сонда бізде 73 минус 27 көбейтілген 73 қосылған 27. 73 пен 27-ні азайтсақ 46. Ана екеуін қоссақ 100. Сонда бізде шығатыны 4600. Жауап сонда B. Так, келесі есеп бұл a куб минус b кубтың формуласы. Бізде просто a-ны мына жерге әкеліп қоямыз. Бұдан тоже солай. Сонда 5-тің кубы минус 3-тің кубы тең болады 125 минус 27. Сонда жауап 98. Жауап С болады. Так, үшінші есеп. Біз мынаны бірінші ықшамдап алайық. Бізден шығатыны 36x квадрат қосылған 12x көбейтілген 3 бұрыш қосылған 3 бұрыш квадрат. Бізде мына жерде 3 бұрыш квадрат 16-ға тең болып тұр. Сонда бізде 3 бұрыш 4-ке тең болу керек. Сонда бізбен b мен с вариант ұшып кетеді. Ал уже квадрат бізде 36x квадратқа тең. Сонда жауап D болады. Төртінші есеп. Бізден басындағы үстіндегі өрнекті біз былай да алсақ болады. 17 квадрат қосылған 2 көбейтілген 17 көбейтілген 33 қосылған 33 квадрат. Бұл бізде 17 мен 33-тің қосындысының квадратына тең болады. Сонда бізде бұл 2500-ге тең. Ал астындағысы ол қарапайым 30 минус 20, 30 плюс 20 формуласы. Бізде 30 пен 20-ның қосылған 50, мына жақтың 10 шығады. Сонда екеуін көбейтсек 500 болады. Сонда біз 2500-ді 500-ге бөлу керекпіз. Сонда жауап 5 болады. Сонда жауап B. Так, 5-ші есеп. Бұл жерде біз 2x куб қосылған 4y квадрат куб формуласын қолданамыз. Бізде сонда шығатыны 2x қосылған 4y куб жақша ішінде 4x квадрат қосылған 8, то есть минус 8xy квадрат қосылған 16y4. Бізде жалғыз вариант сонда жауап B болады. 6-ші есеп. Біз x минус 5 квадратты бірінші скобкадан шығарып аламыз. Сонда бұл x квадрат минус 10x плюс 25 тең болады x квадрат. X квадрат пен x квадрат жолып кетеді. Сонда минус 10x. Мына плюс 25-ті ар жаққа минус 25 қылып өткіземіз. Сонда минус 25 x тең болады. Сонда екі жағыма. Жауап сонда А болады. Так, 7-ші есеп. Біз бұл жерде теңсіздікті шешу керекпіз. Бізде x плюс 2, x минус 2 ол x квадрат минус 4-ке тең қосылған x больше, чем x квадрат плюс 2. X квадрат пен x квадрат жойып кетеді. Потом плюс 2-ні ар жаққа минус 2 өткіземіз. Сонда жақ x минус 6 больше, чем 0. X сонда 6-тан көп болу керек. Жауап сонда D болады. Так, 8-ші есеп. Біз бірінші мынаны
қышқанда алайық. Бізде мынау скобкадан шығаратын болсақ AB шығады, ал іште A плюс B қалады. Ал мына A куб плюс B кубтың формуласы бұл A плюс B көбейтілген A квадрат минус AB қосылған B квадрат. И бізде A плюс B екеуіне де ортақ. Сонда біз A квадрат минус AB плюс B квадратты AB-ға қосу керекпіз әшейін. Екеуін қосатын болсақ, минус AB мен плюс AB екеуін жолып береді. Потом бізде A плюс B A квадрат плюс B квадрат қалады. Жауап сонда И болады. Тоғызыншы есеп. Біз бірінші формуласын қолдану керекпіз. A плюс B куб тең болады, бұл A куб қосылған 3A квадрат B қосылған 3B A квадрат қосылған B куб. Так, енді орнына қоятын болсақ, A-ға біз 2-ні қоямыз, 2x-ті, ал B-ға 5-ті қоямыз. Сонда бізде шығатыны 8x куб қосылған 60x квадрат қосылған 15x қосылған 125. Сонда жауап бізде B болады. Так, 10-ші есеп. Біз мынаны A минус B куб арқылы табамыз. Бізде A куб тең болады 64x кубқа. Сонда A бізде 4x-қа тең болады. Жауап сонда С-ға тең. Так, 12-ші есеп. Бұл жерде біз бұл A квадрат плюс 2AB қосылған B квадратты тең. Бізде 4, 25A квадрат бұл x квадратқа тең. Сонда x бізде 2 бөлінген 5A-ға тең. Сонда бізде уже B мен A кетеді, либасы либада болады. И бұл жерде біз 4-те 5, ол 2AB-ға тең. 4-те 5, ол 2AB-ға тең болса, бізде AB сонда 2 бөлінген 5-ке тең. Бізде x ол 2 бөлінген 5A-ға тең, ал екінші B мүшесі ол A-ға тең. Сонда 2 қысқарып кетеді. Шығатыны 2-де 5. Сонда жауап бізде С болады. Так, 13-ші есеп. Біз бірінші A минус 1 бөлінген A тең болады 7-ні, осын квадратаймыз. Квадратласақ бізде шығатыны A квадрат минус 2 көбейтілген A көбейтілген минус 1A қосылған 1A квадрат. Ол тең болады 49-ға. Бізде сонда мына жерде A квадрат минус 2 плюс 2 қосылған 1A квадратқа тең. Бізде бұл шығатыны 49. Біз плюс 2-ні ар жаққа минус 2-ға өтіп жереміз. Сонда бізде A квадрат плюс 1 бөлінген A квадрат ол 47-ге тең. Жауап И болады. Он төртінші есеп. Бізде мынау x квадрат плюс 2xy плюс y квадратқа тең. Бізде уже x квадрат плюс y квадрат 24-ке тең. Ал xy ол 10-ға тең.
xy 10-ға тең болса, значит 2xy бізде 20-ға тең болады. Сонда біз 24-ке 20-ны қоссақ 44 шығады. Он бесінші есеп. Бұл жерде просто арасını көбейтіп шығамыз. Сонда 6x минус 9 плюс 4x минус 6x. 4x квадрат минус 6x. Бізде сонда 4x квадрат. 6x пен 6x жойылып кетеді. Қалатыны минус 9. Сонда жауап бізде D болады. Так, 16-шы есеп. Бізде мынау 6x куб минус 3 кубқа тең. Сонда бізде 6x кубтың бізде ол 216x кубқа тең. Ал 3-тің кубы ол 127. Сонда жауап ол D болады. 17-ші есеп. Which of the following is in the variational series дейді. Variational series деген бізде өсу ретінде орналасқан сандар. Бізде А уже кемейді, өйткені наоборот азайып жатыр олар. Ал Б бізде наоборот көбейіп жатыр. Мына жерде плюс 17, плюс 5, плюс 90. Сонда жауап бізде B болады. Так, 18-ші есеп. Бізде варианттар табу керек. Бұл дегеніміз қайталанбайтын сандар. Бізде 47 ол 47 бірінші сан, ал 42 ол 2 рет қайталанады. Оларды бір вариант деп аламыз. 53 бір, 23 тоже біреу, 47 ол и так бар, 51 тағы біреу, 47 бар, 21 бар, 42 тоже бар. Сонда бізде общий 5 бар екен. Бізден 19-ші есепте frequency табу керек, әшін частота. Яғни бір сан неше рет қайталанады. Бізде 8-дің frequency'ні табу керек деп қойған. Бізде 8 бір рет, 2, 3, 4, 5 рет кездеседі. Сонда жауап C болады. Жиырмасыншы есеп. Біз мынаны А квадрат минус Б квадрат формуласы арқылы табамыз. Яғни А минус Б, А плюс Б. Сонда Б плюс 5 минус Б минус 3 умноженный Б плюс 5 плюс Б минус 3-ке. Сонда бұл жерде Б мен Б кетіп қалады. Ал 5 пен плюс 3 қосылады да 8 болады. 8. Ал мына жерден 2Б плюс 2 шығады. Мынаны әрқайсысына көбейтсек 16Б плюс 16 болады. Сонда жауап D болады. Жалпы болса, бұл тест 3-те бәріңізге сәттілік, сау болыңыздар.